Заман-ай қайда кетіп бара жатыр. Қазіргі таңда жас жұбайлар шаңырақ көтеріп, дүркін той жасап, тілеу-тілеп, көп уақыт өтпей ажырасып жатады. Статистика қарасаңыздар, 100 қосылған жанұяның 80%-сы ажырасады. Не десең, мінезіміз жараспады, тағы да сондай сылтаулар айтады. Кішкентай нәрестені құшақтап кетіп жатқан келіншектер қаншама? Бұған кім кінәлі, бұны қалай тоқтатамыз? Дұрыс тәрбие бермеген ата-аналар кінәлі. Қазақ айтады, судың да сұрауы бар деп. Ертең сол үшін жауап бересіздер. Осыны ойладым екен. Әттеген-ай, кейбір енелер бұлай дейді: кетсе кетсін, не көп, қыз көп, ұлым шертіп таңдап алады дегендер де бар. Өзінің кішкентай қанын, туған баласын қуу деген қазаққа жат нәрсе. Бейітте жатқан ата-бабалары қалай күйініп, күңіреніп жатыр екен. Соны ұға ма? Өзінің әйел баласын қуған шаңырақ иесінің қандай ойы бар? Көп қатын алу батырлық деп ойлаймын. Қазақ айтады, әйел бұзылса, халықтың бұзылғаны дейтін ата-бабаларымыздың әкесіз өскен ұл қыздар қалай болады? Қазақ халқының салт дәстүріне оғалын жол бермеген, қазақ даласында жесір болмаған, жетім көрсе жебеп жүр деп қан тазалығын сақтаған қазағымыз. Тарихқа үңілсек, Тәуке ханның 7 жарғы заңында бір үлкен бөлімінде жесір деген тарау бар. 150 жылға созылған қазақ-жоңғар соғысында қазтуған жаудың өлеңі бәріне мәлім. Қара таудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған қиын екен, 2 жастан мөлтілдеп жас келеді дегендей, талай боздақтар елін қорғап мерт болды. Жесірлер көбейді. Сол себептен Тәуке хан қазақ қоғамының қаймағы бұзылмасын деп жесір дауына әмеңгерлік заңын шығарды. Өйткені қазақ жесірді қаңғыртпады. Батыры өлсе, оның әйелін бауырына, туысына әйел етіп берген. Күйеу болған неше әйелі болса да, оларға тең қарап, олардың баласын өзінің баласынан артық көріп жеткізген. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясында осыны мысал етеді. Жаудан қашқан жауынгер ағасының баласын атқа отырғызып, өз баласын жауға тастаған. Не деген қиын зат бұл. Сондағы ақыл парасаты, ағасының тұқымын қимау, қара қазанын зиратына төңкермеу. Ойламаңыз, өлім ақиқат, бірақ түбі сот болады. Сол сотта прокурор да, адвокат да сатып ала алмайсыз. Құранның өзінде былай жазылады: қыздың қыздығын алып, оны тастап кетсең, ертең сұрау болғанда ол 7 адамды өлтіргенмен тең. Сол себептен жастар, ата-енелер, ойланыңыздар, ертең осы үстінде сұраласыздар.